Күнделікті жүріп тұруымның өзі қиындап кетті. Орнымнан тұра алмайтындай жағдайға келдім. 110 келіге дейін семіріп, зорға қалпына келген келіншектің айтқаны. Адамның ауырмауы тамақтануға да байланысты. Ал еліміз дұрыс тамақтанбағаннан болатын өлім бойынша әлемде алғашқы 10-қа кірді. Бұл зерттеу дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тапсырысымен жүргізілген. Кезінде ет пен сіңірден ғана тұратын, сымдай тартылған балалар жүретін, серіппеше атылып. Қазір бұлт сияқты балаларды көрсек таңғалмайтын болдық. Әрине газдалған сусындар, қытырлақтар, бояғыштар, түрлі химиясы көп, тәттісі көп, аты ғана тағам қорек түрлері бұлттарды қоюландырып отыр. Тағы да сол әңгіме, тамақтану мәдениеті. Майға бұлғаған макаронның арзан және тойымды келетіні рас. Одан басқасына жетпейтін отбасылар бар екенін білеміз. Әңгіме түйенің қомында, аттың жалында жүрмегенімізді ұмытып, қимылымыз аз, сөзіміз ғана көп екенін ескермейтін, ет пен қамырды араластырып, миды ботқаға толтырған қалып туралы. Дұрыс тамақтанбағаннан қимылдан қалып, әзер дегенде қалпына келген келіншек, жалпы дұрыс тамақтанбаудың салдарлары туралы Ақеркепек Тас. Бұл 35 жастағы Назгүл Мағжанның кезекті жаттығуы. Сенесіз бе? Оның салмағы осыдан 2 жыл бұрын 110 келеді. Жүріп тұру қиындап, түрлі дертке шалдыққан соң, тамақты талғап ішіп, спортты серік етуге көшкен. Сөйтіп ол 50 келі салмақ тастады. 110-115-ке бірақ шығып кетті. Қан қысымы өте жоғары болды. Күнделікті жүріп тұрудың өзі қиындап кетті. Жұмыста отырған кезде орнымнан тұра алмай қалатындай жағдайға келді. Күрделі мәселе болды десем де болады. Бастағанда 110 келі еді, қазір 60 келі. Мен бәрінен жеткізгім келетін мәселе ол бұл енді менің өмірлік жаңағы ұстанатын принциптерім. Күнделікті өмірім бұл қысқа мерзімдік бір диета, бір программа емес. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әлемде 2 миллиардқа жуық адамның артық салмақтан арыла алмай жүргенін анықтады. Ал 250 миллион адам дұрыс тамақтанбаудан түрлі ауруға шалдыққан. Өлім жітімнің 60% да зиянды тағам тұтынғаннан болады. Ұйымның жасаған рейтингінде Қазақстан 10-қа кірген. Яғни ел тұрғындарын 100 мыңға шаққанда 306 адамның ажалы астан келеді екен. 50% адамның денсаулығы осы ішкен тағамға байланысты деп айтылады. Ал енді біз қандай тағам қабылдап жүрміз қазір? Ол өте күрделі мәселе болып кетті. Себебі әртүрлі сапасыз тағамдардың белең алуы көбейіп жатыр қазір кезде. Әсіресе мына шетелден келетін тағамдар, олар әртүрлі консервіленген, әртүрлі жаңағы өңдеуден өткен транш май қышқылы деп жатамыз ғой. Солардың көлемдері өте жоғары деңгейде болып жатады. Көкөніспен салыстырғанда ет қой, енді етті бірінші очередь аламыз. Қазақпыз ғой, енді етсіз қалай тамақ ішеміз? Неше түрлі торттар пісірем, бешбармақ, манты, лағман, етсіз тамақ жасамаймыз. Шайға тәттілерді аламыз енді. Бірақ көп алам деп айтпаймын тоже. Қазір шоколадқа сенім жоқ қой. Берем печенье, конфеты. Постоянно конфеты берем. Это обычно молочный хлеб, мясные продукты, полуфабрикаты замороженные. Тұрғындар арасында жүргізілген сауалнамаға қарап, жиі тұтынатын тағамдардың тізімін жасадық. Халық көкөніс, жеміс-жидек, балыққа қарағанда ет, нан және ұннан жасалған тағамдарды, сүт өнімдерін, тәттілер, картоп, майды көбірек сатып алады екен. Мәселен, мына сіздер жиі тұтынып жүрген шұжықпен құрамында майлы қоспалары көп. Соустың ағзаға қаншалықты зиян екенін білесіз бе? Сіздер күнделікті тұтынатын шұжықтың 50 граммы денсаулыққа қауіпті 20%-ға дейін арттырады. Ал құрамында майлы қоспалары көп соустар асқазан ішек жолдарының қабынуына келіп, панкреатитке шалдықтырады. Оның үстіне еліміздегі шұжық өнімдерін тексерген мамандар оның 143 түрінен шошқа ДНК-сын анықтады. Олардың құрамы тауардың қаптамасында көрсетілген қоспаларға мүлде сай болмай шыққан. Мәліметті денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановтың өзі айтты. Азық-түлікке ай сайын мониторингте жүргізіліпті. Нәтижесінде импорттық тауарлардың 66% талапқа сәйкес келмеген. Ал отандық өндірушілер өнімінің 34% сапасыз. Негізгі бұзушылықтарға өндірушілердің таңбалу қағидаларын сақтамауы 69%, қауіпсіздік талаптарында сәйкес келмеу 23%, сондай-ақ физикалық, химикалық көрсеткіштер бойынша сәйкес еместігі 7,2% болып табылды. Мысалы, өсімдік майының құрамы бойынша сүт өнімдердің 99 санамасында және шұжық өнімдердің 143 санамасында өнімнің жалған екендігі анықталды.
Диетологтар Қазақстанда халықтың небәрі 3% ғана дұрыс тамақтанады дейді. Демек 97% дұрыс тамақтанбайды деген сөз. Оған сапасыз тағам түрлерінің көптігін қосыңыз. Семіздіктің себебі де осы емес пе? Дәрігерлер де артық салмақ ауру дейді. Байқасаңыз, ажалы аштықтан емес, артық салмақтан жеткендер қатары көбейді. Қазақтар ет тағамдарын жақсы көреміз, оны жаңағы қамырымен, нанымен жейміз. Атеросклероздың дамуы көп жағдайда жүріп жатады. Және де гипертония аурулары. Оның салдары не? Оның салдары инсульт, оның салдары жүректің инфарктісі, және де өлім жетімдер. Күнде өзіне де өзгеге де қалай арықтауға болады деп сұрақ қоятын қаншама адам бар. Бірақ мешкейлікті қоя алмайды. Мамандар тамақ жеу тәртібін енгізіп, салауатты өмірді серік етсеңіз, артық салмақ та жинамайсыз, денсаулыққа қауіпте болмайды дейді. Есть продукты, которые в идеале вообще можно исключить. Артық салмақтан арылғыңыз келсе, рационнан мүлде алып тастайтын тағам барына көніңіз. Тұзды тағамдарды аз жеңіз. Ол денедегі суды ыдыратпай ұстап тұрады. Соңында артық салмақ пайда болады. Көбісі сапасыз тағамды тұтынады, олардың құрамына мән бермейді. Калорияны күрт азайтатын қатаң диетада дұрыс емес. Ол салмақты тез төмендетуге көмектескенмен артынша 2 есе артық салмақ қосып алуыңыз мүмкін. Спорт залға келуге уақытыңыз немесе мүмкіндігіңіз болмаса, үйде де жаттығуға болады. Бәрі өз қолыңызда. Арықтау керек дей бергеннен арықтамайсыз. Әрекет етіңіз. Сапасыз тағам бір бөлек күйзелісті тамақпен басып жүрген жоқсыз ба? Түркі халықтарына орта ойшыл Әлшер Науаи саулық тілесең көп жеме дейді. Біздің уақытта жарасымсыз, толық балалар көбейіп, ол бір үлкен проблемаға айналып барады. Өзіңізден сұрап көріңізші, өмір сүру үшін тамақтанып жүрсіз бе, әлде тамақтану үшін өмір сүріп жүрсіз бе? Ең болмағанда, балаңызды өсіру міндетін ұмытпаңыз. Ал немере сүю бақыттың шыңы деп жатады. Жеткен жақсы ғой. Ақерке Бектас, біздің уақыт.